Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызда бастамас бұрын мына суреттерде не бейнеленгеніне назар аударсақ. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып көрейік. Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сабақтың мақсаты зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынамыз. Біз сабағымыздың негізгі зерттеу формаларына көшейік. Зерттеушілер географиялық нысандарды, құбылыстарды және үрдістерді зерделеуді аяқтағаннан кейін мүдделі тұлғаларды өз іс-әрекеттерінің нәтижелерімен таныстыруға тырысады. Баспасөз көмегімен түрлі басылымдарда, журналдарда, жинақтарда, құралдарда жариялау. Ғылыми шараларды сөз сөйлеу арқылы ақпаратты жұртшылыққа жеткізу басылым деп аталады. Ғылыми жарияланымдардың түрлері өте көп. Осы параграфта мектеп өмірінде жиі қолданылатын түрі өте көп. Солармен тоқталып кетсек. Стендтік баяндама, баяндамалар, басылым, презентация, мақала, есеп, инфографика, аннотация, тезис. Осындай негізгі зерттеу формаларын ұсыну түрлері бар. Ал оқушылар, есептің құрылымына келер болсақ, зерттеу толық аяқталғаннан кейін есеп жазылады. Бұл құжат зерттеудің әдісімен жүргізуі, сонымен қатар ғылыми зерттеу немесе тәжірибелік эксперименттік іс-әрекет үрдісінде алынған нәтижелер туралы жан-жақты сипаттаманы қамтиды. Есептің міндеті белгілі уақыт аралығында орындалған жұмысты жан-жақты көрсету. Есептің мағынасын қысқаша мазмұндау баяндама және мақала. Ал баяндама мен мақаланың мағынасын ықшамды мазмұндау тезис және аннотация түрінде беруі мүмкін. Есептің құрылым функциялары. Ғылыми жұмыстың аяқталған кезеңдері жоспарының және бағдарламасының қысқаша мазмұны. Жүргізілген жұмыстың маңыздылығы, оның зерттеу құндылығы және тәжірибелік маңызы. Қолданылған зерттеу әдістерінің сипаттамалары. Зерттеу нәтижелерінің сипаттамасы. Зерттеудің қорытындысы және шешілмеген мәселелерді көрсететін тұжырымы. Болашақта зерттеу жұмысын жүргізу бойынша шешімдер мен ұсыныстар көрсетіледі. Баяндама. Басылымда жарияланған немесе көпшілік алдында оқылған ғылыми зерттеу жұмысының толық мағынасын қамтитын ғылыми құжат. Өздерінің нәтижелерін ғылыми конференцияда, ғылыми семинарда және басқа да шараларда көрсету үшін зерттеушілер әзірлейді. Баяндаманың мынандай түрлері бар. Мысалға, Қазақстан Республикасындағы балалар жағдайы туралы баяндама. Баяндамада нақты түйін, нақты зерттелген мәліметтер ғана көрсетіледі. Баяндама 2-3 немесе 4-5 беттен тұруы мүмкін. Біздің келесі зерттеу нәтижелерін ұсыну формасы мақала. Ғылыми зерттеу жұмысының жағдайы туралы материалдар, берілетін журналдар немесе еңбектер жинағында жарияланатын көлемі аз ғылыми хабарлама. Баспа бетінде 8-10 бет көлемінде. Ол ғылымдағы жаңа білім және нақты саланың жетістіктерін, яғни зерттеу нәтижелерін сипаттайды. Мақала қазіргі таңда газет-журналдарға басылып шығарылуда. Соның үлгісі ретінде мына жерде қарасаңыздар, газет-журналдан 2 үлгіс көрсетілген. Олардан опық жеп қалмаңыз атты шағын жаңағы мақала жарияланған. Екінші, ел тарихи рухани қазына атты шағын жаңағы материалдар жинақталып, бізге үлгі ретінде көрсетіліп отыр. Тезис. Зерттеушінің таңдаған тақырыбы бойынша қысқаша түрде баяндалған бірегей ғылыми идеялар. Баяндамалар мен сөз сөйлеулердің тезистері, яғни басылымдардың кең тараған түрі. Олар ғылыми іс-шараның басталуына дейін жарық көреді және оқырманда жарияланатын мақаланың мазмұнымен алдын ала таныстырылады. Мысал үлгілері мына жерде көрсетіліп отыр. Яғни тезисті шағын нақты зерттелген тақырыптың мағынасын ашып көрсетуге болады.
Аннотация – ғылыми мақаланың мақсаты, мазмұны, түрі, формасы және басқа ерекшеліктері тұрғысынан қысқаша сипаттамасы. Ол келесі функцияларды орындайды: ғылыми мақаланың негізгі мазмұнын белгілеуге, оның нақты тақырыпқа сәйкестігін анықтауға және мақаланың толық мәтініне анықтама береді. Ақпаратты іздеу үшін ақпараттық, сонымен бірге автоматтандырылған жүйелерді қолданылады. Аннотацияға мына жерде мысал ретінде қарастырайық. Бұл жұмыста жеке отбасылық шаруашылықтағы сиыр тұқымы туралы мағлұматтар жинақталды. Дүкенде сатылатын сүттің құнары мен құрамы да салыстырмалды. Жылдың әр мезгілдерінде жеке отбасылық шаруашылықтағы сиырлардың жеген азығына байланысты алынатын сүттің майлылығы өзгеретіні анықталды. Сүттің және сүт өнімдерінің жасалатын тағамдардың жасалу жолдары қарастырылды. Сүт пен сүттен жасалған тағамдардың адам ағзасына тигізер әсері жайлы мағлұматтар қарастырылды. Бұл жерде қарап отырсақ, аннотацияда берілген жұмыстың нақты түйіні, қысқа нұсқа бізге жеткізіліп отыр. Стендтік баяндама. Көпшіліктің алдында сөз сөйлеген кезде зерттеушілер ұсынылған мәліметтердің көрнекі болуын қамтамасыз етуге тырысады. Бұндай мақсаттар үшін стендтік баяндама, инфографика және тұсаукесер ең кең таралған формалары. Стендтік баяндаманың мына жерде үлгілерін көруге болады. Яғни тақырыпқа сай, тақырыптың нақты түйіні, ашық мәтіндер жазылуы мүмкін, немесе суреттер арқылы баяндалуы мүмкін тақырыптар. Енді мына жерге қарап отырсақ, бұл жерде арнайы суреттер арқылы үлгілер көрсетілген стендтік баяндама, және бұл жерде стендтік баяндаманы қорғау барысы көрсетілген. Инфографика. Стендтік баяндамалар мен тұсаукесерлерге бағдарлама ретінде ақпаратты графика және мәтіннің көмегімен бір суретте беру тәсілі. Инфографика жиі пайдаланылып жүр. Ақпарат суреттің көмегімен беріледі. Олар ақпаратпен байланысты болады. Графика цифрлармен байланысты, мәтінмен толықтырылуы мүмкін. Инфографика баннер түрінде басып шығаруға және стендтік баяндамаларда қолдануға болатынымен ыңғайлы. Мына жерде қарап отырсақ, инфографиканың үлгілері. Мысалға, тамақ. 46% уақытылы тамақтанатын мүмкіндігі жоқ және аш, кейбір уақыттарда аш қалатын адамдар. 1% аштықтан өледі. 16 тамаққа жарымайды. 26 тамаққа зарушылық жоқ. 11 семіздік дертіне шалдыққандар деп бөліп қарастыруға болады. Яғни сандар арқылы, мәтін арқылы түсіндіріп айта аламыз. Келесі инфографикада 60 секунд, яғни 1 минутта әлеуметтік желі қолданатын адамдардың саны деп алынады. Тұсаукесер. Жиналған көпшілікті зерттеу нәтижесімен таныстыруға бағытталған іс-шара. Тұсаукесердің құрылымы. Титул беті. Тұсаукесердің атауы және авторы жазылады. Екінші мазмұны. Тұсаукесердің жоспарын, негізгі бөлімдерді немесе сұрақтарды қамтиды. Үшінші бөлімнің атауы. Төртінші қысқаша ақпарат. 3 және 4 тармақтар қажеттілікке қарай. Тезис, дәлел, қорытынды тұжырымдамасына сәйкес қайталануы мүмкін. Бесінші түйіндеме. Қорытынды. Қорытынды жеке слайдта түсінікті және қысқа беруі тиіс. Алтыншы алғыс айтылуы қажет. Ал оқушылар бүгінгі сабақта өткен материалдарды пайдалана отырып мына тапсырмаларды орындасақ. Жеке жұмыс. Кластер толтырайық. Зерттеуді ұсыну формаларын талдау жасаймыз. Зерттеуді ұсыну формалары. Біз бүгінгі сабақта қандай зерттеудің ұсыну формаларын өттік. Соны жазып қалдыруға болады осы жерге. Бағалау критерийлері. Зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады. Дескриптор. Зерттеуді ұсыну формаларын анықтайды. Зерттеуді ұсыну формаларының нобайын салу. Қалыптастырушы бағалау. Бас бармақ арқылы бағалау.
өте жақсы, орташа, қанағаттанарлық. Екінші тапсырма. Кесте арқылы зерттеудің ұсыну формаларының ерекшеліктерін талдаңыздар. Мына жерде бізге 8 зерттеудің ұсыну формалары көрсетілген. Ерекшеліктерін жазып орындайық, оқушылар. Оқушылар, екінші тапсырманың бағалау критерийлері зерттеуді ұсыну формаларының ерекшеліктерін талдайды. Дескрипторлар зерттеуді ұсыну формаларының ерекшеліктерін анықтайды. Зерттеуді ұсыну формаларының ерекшеліктерін талдайды. Қалыптастырушы бағалау 2 жұлдыз біртілек арқылы бағалаймыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, үй тапсырмасына ғаламтор желісін пайдалана стендтік баяндама дайындау беріледі. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыздың соңында КХК әдісін пайдалана отырып, сіз өзіңізді бүгінгі сабақтан алған нәрсеңіз. Бүгінгі сабағымызда қандай қиындық болды, қандай қызық мәліметтер алдық, және қандай құнды мәліметтерді өзіміздің бойымызға сіңірдік.